Ұстаздық көп еңбекті, жауапкершілікпен ізденісті қажет ететін мамандық. Себебі еліміздің ертеңі жастардың білімді, салиқалы да тәрбиелі болып өсуі мұғалімге де көп байланысты. Нұрша Оразақынова өмірінің 34 жылын ұстаздыққа арнаған педагог ғалым. Ол алғашқы еңбек жолын ауыл мектебінен бастаған болатын. Кейін Шоқан, Абай, Жүсіпбек Аймауытов пен Ахмет Байтұрсыновтың еңбектерін зерттей отырып, ана тіліміздің терең қатпарларын, ұлттық рухын жас ұрпақ санасына сіңіретін оқытудың жаңа түрін жасауды ойластырады. Еңбекқор мұғалім діттеген мақсатына жетеді. Сөйтіп, оқытудың жаңа тәсілі сатылай кешенді талдау төл технологиясы өмірге келеді. Бүгінгі таңда бұл технология 14 гуманитарлық пәнге енгізілген. Нұрша Алжанбайқызының айтуынша, сатылай кешенді талдау ана тіліміз қазақ тілін терең білуге және ол арқылы өзге тілдерді де меңгеруге мүмкіндік береді. Шет мемлекеттерге танылуымыз үшін жалғыз қазақ тілі арқылы біз еш нәрсеге қолымыз жетпейді. Сондықтан да біздің балаларымыздың үш тілді меңгеруге толық қабілеті бар. Міне сондықтан әуелі қазақ тілінде меңгертіп, одан кейін орыс тілінде, одан кейін ағылшын тіліне енгізіп отырмыз. Бұның себебі көптен айтылып, баяғыдан айтылып келе жатқан қағида бар. Балаға ана тілінен басқа тілді меңгерту үшін өзінің ана тілінің негізіне сүйену керек деген. Сондықтан да біз осы сатылай комплекс талдау арқылы қазақ тілін меңгерсек, бастауышта бірінші сыныптан бастап, бірінші, екінші сыныптарда, үшінші сыныптан бастап орыс тілін меңгертуге болады, бесінші сыныптан бастап ағылшын тілін. Сонда біздің балаларымыз ертең 12 жылдық мектепті аяқтаған кезде шын мәнінде халықаралық деңгейдегі білім алуға толық мүмкіндігі бар. Нұрша Алжанбайқызы Алматы облыстық мамандар кәсібін дамыту институтын басқарып отыр. Оның ойлап шығарған жаңалығын облыстың түкпір-түкпірінен келген мұғалімдер іліп әкетіп, өздерінің сабақтарына енгізуге әрекет жасауда. Оқушының танымдық дүниесін, логикалық ойлау деңгейін қалыптастыратын технология бала үйретуде теңдесі жоқ дүние дейді Алматы облысы Талғар ауданының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, халықаралық деңгейдегі әдіскер Наталья Соколакова. Много технологий. Нұрша Алжанбайқызының ұсынысы бойынша биыл мамыр айында сатылай кешенді талдау технологиясы Талғардағы нөмір 28-ші мектептің ағылшын тілі пәніне тәжірибе ретінде енгізілген болатын. Мен көптеген жаңа технологиялармен таныспын, тәжірибем мол. Осы сатылай комплекс дүниежүзі әдіскерлерінің ең үздік тұстарын өзіне қамтыған. Біз әріптестерімізбен мынадай байламға келдік. Сатылай кешенді талдау оқушылардың критикалық, креативті, логикалық ойлау қабілетін дамытады. И все навыки. Білім беру саласындағы бұл жаңалық ұстаздар қауымы тарапынан үлкен қолдауға ие болды. Алматы облысы Есік қаласының жоғары санаттағы орыс тілі пәнінің мұғалімі Усупова Роза сатылай кешенді талдау орыс тілінде тек сауатты оқып жазуға ғана емес, сондай-ақ оқушының ойлау қабілетін дамытады дейді. Қазақ тілдің фонологиясы қаншама раздел бар. Бағана біз өзіміз шығармашылық жұмысымызда көрсетіп кеттік. Әр разделдің өзін бәрін сатылай кешенді талдап, оның системаға әкеп, оны жүйелеп әкеп, балаларға берген өте тиімді жол болып шықты. Біз өзіміз енді орыс тілі группасы келгенде әр нәрсе, даже синтаксистан келгенде уже нені бергеннің өзінде, пунктуацияның өзін бергенде, бала сөйлеп тұрғанда, мына точка нүкте не үшін қойылды, мына қос нүкте не үшін қойылды. Әр нәрсе баланың ойын жүйелі түрде төменнен простойдан сложныйға дейді ғой, алып келіп, онан кейін ең оңай нәрсені қиындық жолға алып кеп салады. Бұл технология бойынша дарынды бала шығару өте тиімді жол. Нұрша Оразақынова ғылым жолында үлкен ізденісте жүргенімен де оқушылардан қол үзген емес. Ол өзінің білім жолындағы білген түйгендерін нөмірі 15-ші мектеп интернатының оқушыларына дәріс беру арқылы ұстаздық жолын шыңдап жүр. Әр ұстаз еңбегінің жемісі шәкіртімен мақтанады. Жаңа технология бойынша дәріс алған бастауыш сынып оқушылары 1-ден 6, орта сынып оқушылары 8, ал жоғары сынып оқушылары 10 пән бойынша олимпиадаларға қатысып, жеңімпаз атанып жатыр. Жаңа технологиямен оқыған балалар бірыңғай тест тапсырғанда тек жоғары бала алатыны дәлелденді. Нұрша Алжанбайқызынан дәріс алып, үлкен өмірге жолдама алған шәкірттері бүгінде еліміздің бетке ұстар азаматтары болып отыр.